Қазақтың аса айбынды билерінің бірі қаз дауысты Қазыбек бидің тарихтағы орны мен шешендігін терең меңгерту арқылы әділдікке, адамгершілікке, тарихын, әдебиетін құрметтеуге тәрбиелеу мақсатында және де Қазыбек бидің 355 жылдығына орай Шилі ауылдық кітапханасы Ұлы дала тұлғасы тақырыбымен бейне журнал ұсынып отыр. Қаз дауысты Қазыбек би қазақ халқының 17-18 ғасырлардағы ұлы үш биінің бірі, көрнекті қоғам қайраткері, еліміздің тарихында өзіндік орны бар кемеңгер тұлға. Қазыбек бидің өмірі жанкешті істер мен батыл шешімдерге толы болды. Қазыбек би үшін адамгершілік ең жоғары адами құндылық ретінде бірінші орында тұрды. Мысалы, өркенім өссін десең кекшіл болма, кесапаты тиер еліңе, елім өссін десең өршіл болма, өскеніңді өшірерсің. Ашу дұшпан ақыл дос, ақылыңа ақыл қос деп айтып, әр қабылданар шешім мен істің тек бір адамның ғана емес, тұтастай елдің тағдырына әсер ететінін жеткізген. Қазыбек би бір оқ атпай, артық қан төгіссіз ең күрделі мәселелерді шеше алған. Ең мықты хандар мен қасарысқан жаулар да оның сөзіне құлақ асқан, өйткені Қазыбек би оларды сөзімен, даналығымен таңғалдырған. Қазыбектің шын мәніндегі шешендігімен жер жарған даңқы кешегі Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұламада бүкіл қазақ даласына жайылды. Ол халқымыздың басына ауыр күн туып, не ел болу, не құрып кету қаупі төнген қиын сәтте суырылған шешендігімен алғырда білгір көсемділігімен ел намысын қорғап қалды. Ұзақ сөзбен емес, ұрымтал оймен, ұшқыр қиялымен саралай отырып, дәлелді жеткізген сөздері еш нәрседен қайтпайтын қайсар әрі шешен әрі батыр екенін дәлелі. Ол қалмақ ханына: егер бітімге келмесең, тұрсатын жеріңді айт. Атадан ұл туса, құл боламын деп тумайды. Анадан қыз туса, күң боламын деп тумайды. Ұл мен қызды қаматып отыра алмайтын елміз. Сен қалмақ, біз қазақ, қартысқалы келгенбіз. Қазақ қалмақ баласы табысқалы келгенбіз. Сен қабылан болсаң, мен арыстан, алысқалы келгенбіз деп ойын ашық білдіреді. Мірдің оғындай екпінді сөздерімен жоңғар ханның тіл аузын аштырмай айтқан сөзі құрған қақпандай болғанын анық байқаймыз. Біз қазақ деген мал баққан елміз, бірақ ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз. Елімізден құт береке қашпасын деп, жеріміздің шетін жау баспасын деп найзаға үкі таққан елміз. Ешбір дұшпан басынбаған елміз. Басымыздан сөз асырмаған елміз. Досымызды сақтай білген елміз. Дәмі тұзын ақтай білген елміз. Асқақтаған хан болса, хан ордасын таптай білген елміз деп. Қазыбек би бытыраңқы қазақ руларын біріктіріп, бейбітшілікпен келісімге шақырып, өзінен кейін халқы өмір сүрген әділ заңдар қалдырды. 300-дің ішіндегі шешуі қиын, ең күрделі мәселелердің басы қасында жүріп, хандардың ақылшысы, халықтың ханға бергісіз би болған Қазыбек би әр кез батыр жинап, ел шаппай, қылыш шауып, оқ атпай, ақылмен жол тауып, ел бірлігінің елшісі бола білген.